Ассалаумағалейкум қыздар. Осындай өзімнің тез каргомнан заттар келді, толып. Енді қазір бір-бірлеп распаковка жасайық. Так, бұл жолы тоже қызым мен балама чисто. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Барлық товарлардың нелерін ссылкаға салатын боламын. Мынау менің қызыма берген футболка, екі лосина. Төртеуін бір магазиннен бердім, чтобы тез келу үшін, затында тез алу үшін. Давайте ашып қарайық. Мен соңғы кезде осындай созылмалы материалмын, но эластикалық, сондай қызығып жүрмін. Әдемі. Жерде күшті енді резинкасы бәрі жақсы келген. Әдемі. Футболка мынадай, біреуі мынадай артында бабочкамен. Қазір ашпай қояйын. Фотоларын мен қалдырып кетемін. Описаниеде ссылка бойынша өтіп қарасаңыздар болады. Қазір мен бұның бағасын айтайын сіздерге. Менің мынадай блокнотым бар, суда бағалары бар. Футболка. Розовый футболка 784 теңге екен. Одан кейін лосина екеуі 962 теңге екен. Одан кейін тағы футболка бар, оның бағасын келесі осындай зат көрейік. Сапалы киімдерді Қытайдан алуға болады. Ол үшін дұрыс таңдап білсеңіз болды, магазиннен. И товарды описаниесін дұрыс оқып білсеңіз болғаны. Ол спортивка двойка қызыма. Мен каналды не үшін аштым? Адамдар проверенный заттарды алуға ойланып жүрген. Мен иногда ешқандай отзывы жоқ магазиндерге тапсырыс беріп, товарларын алып жүрмін. Әзірге менің көңілім қалған товар жоқ, барлығы күшті келуде. Мынаның качествосын қараңыздар. Прямо хлопок, прямо ХБ. Күшті, несі качествосы күшті екен. Қазір как раз осындай мезгілге арналған. Сыртынан, если безрукавка болса, киіп кете беруге күшті екен. Келесі, менің балама берген, қызыма берген кроссовка. Екеуін бір магазиннен бердім. Бір магазиннен зат беріп атқан кезде, магазинге кіріп, қараңыздар тағы өзіңізге не ұнайды. Сонда барлығы қопырамай бірге келеді заттарыңыз. Әр магазиннен болғанда ол Қытайдың ысқаларына әр уақытта барады. И придется сізге 2 рет доставка төлеуге, вес төлеуге. Мынаны қараңыздар. Әдемі. Күшті екен. Неге жанатын еді? Міне жанды. Күшті. Тек сырты жанады екен де. Әдемі. Күшті екен. Енді баламыздан көрейік. Кәдімгі новый аяқ киімнің иісі бар. Жақсы. Екеуі де жақсы келді. Күшті екен балама. Ашып көрейік. Бұл не екен? Мен бағаларын кейін жазып кетемін. Мен балама берген дойка. Тоже материал. Классный, қараңдар. Ссылкасын қалдырып кетем. Так, шалбар. Комбинезоны. Прям күшті. Жақсы кепті. Міне. Келесі. Так, бұл менің сестренкамның заказы. Қызына берген кроссовки. Жақсы келген сияқты. Бұның да бағасы где-то 2000 деген. 1937 деген, 2000 шамасы ғой. Күшті екен. Қазір мода екен ғой, хит. Жақсы келді. Так, мынау қандай зат? Бүгін асығыс жасалып жатыр, распаковка, себебі уақыт тығыз болып тұр, мен кетуім керек. Мынау мен тоже сестренкам берген заказы. Безрукавка қызына берген. Тоже качество хороший, күшті. Мықты.
күшті екен. Мынаның бағасы 1875 теңге. Мынаның еще шалбары, кофтасы болып. Тоже сестренкамның заказы, қызына берген кроссовки берді, екінші. Вау, қараңыздар, қандай милашка. Қандай әдемі де. Күшті екен. Бұның бағасы 1812 теңге. Так, мынау бізде не зат екен қарайық. Вау, мен ұлыма берген двойка. Ой, мен мындай деп ойламаймын. Мындай екен резин екен. Мен андай не деп ойладым. Бір лен материал ма, сондай деп ойлағам. Бірақ ондай емес екен. Ну, пойдет, в принципе, жақсы. Келесі бізде көрейік. Чисті балам мен қызыма ғой бұл заттарын бер. Так, вау. Мен балама берген спортивка. Ана жолы клиент қызыма болған. Осы жол деп чисті балама болып кетіпті ғой. Міне, күшті екен материалы. Көрсетейін. Барлығын ссылкасын салам. Но алдында описаниеге ссылкаларын салған кезде мен тек қана 12 заттың ғана ссылкасын салдым. Артық салынбады. Егер салынбай қалып жатса ренжімейсіздер. Келесі. Бұл қандай зат екен? Вау, мен қызыма берген көйлек. Ой, өте қысқа екен. Күшті екен. Материалы мындай күшті. Хопк. Әдемі екен, садикке киюге деп алған. Келесі. Так, бұл не екен? Ой. Бұны біліп тұрған шығарсыздар, бұл магазиннен келген. Бұны распаковка жасамай-ақ қояйын. Іш киімдер. Бағасын бірақ жазып кетем. Келесі көрейік. Вау, мына шапкалер екеуін мен екеуі бірге бағасын где-то қанша екен? 600 теңге ма? 500 теңге ма? Давай қарайыншы. Ерінбей осыны. Так, бірақ өте маленький сияқты. 600 теңге екеуі қатар. Біреу қызыма, біреу ұлыма. Кішкентай сияқты да? Енді материал жақсы. Келесі. Так. Мен бұның балама берген футболка. Екеуін бір магазиннен бердім. Екі түрлі түсетін. Бұл жалда жаз. Қараңыздар, Қытайларда мындай жақсы бренд товарлардан или жақсы магазинден берсеңіздер, осындай этикеткамен келеді. Качествосы күшті, ырбиып кететін емес. Күшті материал. Цветтер тоже күшті. Нейтральный. Келесі, қандай зат екен? Ой. Асыққанда аша алмай жатырмын ғой. Бәрін бір ашып кетейік деп. Бұл майкалер. Қараңыздар, қалай күшті орап жүргенде. Мен балама берген майка жазға. Материалы андай муслин сияқты типа. Адай майка. Екі түрін бердім. Бағасын астына жазып кетем. Міне тоже жақсы магазиннен берген. Этикеткамен берген.